Арықтауға көмектесетін ерекше көкөністерден жасалған дәмді салатты біргелікте жасайық. Бізге қажет болады 2 дана қызанақ, үлкен кубик тәріздес етіп турап аламыз. Екі дана қияр қажет болады. Оларды да үлкендеу етіп турап аламыз. Бір дана кішкентай ғана қызыл пияз қажет болады. Енді петрушканы турап аламыз. Енді соусын дайындаймыз. Бізге қажет болады 1 дана қызанақ, туралған кинза, грецкий орех, чеснок, дәміне қарай тұз, кориандр, 1 шай қасық уксус және зайтүн майы қажет болады. Немесе сұйық май қоссаңыздар да болады. Енді барлық қоспаны жақсылап блендердің көмегімен араластырып аламыз. Дайын болған соусты салатқа құйып, жақсылап араластырып аламыз. Көкөністерден дайындалған салат дайын болды. Тез арықтауға көмектеседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте ерекше әрі дәмді шығады. Видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментария қалдырып, каналды қолдау мақсатында тіркеліп қойыңыздар.